Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздерге мына Үшқияндағы бас тау, Тақ-Сүлеймен тауы жөнінде айтып берейік деп отырмыз. Және де ғарыштан, яғни жер серік түсірген сол жаңағы біздің жер үйіріміздағы Үшқияндарды көрсетейік деп отырмыз. Жуықтамаған бірінші кім мына Түркия мемлекетіндегі бір адамның сөзін келтірді. Сол адам айтқан екен, ғалым ғой. Бір дерегімді 40 ғалым ұққанда, 40 дерегімді бір ақымаққа ұқтыра алмай жеңілдім деген екен. Енді мына Шамбала туралы, жаңағы Тибетте де Шамбаланың жоқ екені, Алтайда, Мұзтауда да Шамбаланың жоқ екені біз талай жерде айттық. Ал енді Рерих бұл Шамбала бар ау деген жердің бәрін зерттегенде ол Шамбаланы таба алмаған, нақты дөп басып айта алмаған. Сондықтан жалпы Шамбала туралы бір ауыз сөзді мына Венгриядан анау Тибетке жаяу келіп Будда дінін қабылдап өмірінің ақырында Шамбала Сырдарияда деп айтып кеткен Александр Чома Декердеш деген венгр болған. Міне соның айтқаны бойынша болса керек, Рерих Сүлеймен тауға келіп кеткен. Ал енді Александр Чома Декердеш, енді ол венгр дегендеріміз мына біздің Алтайдан кеткен үйіржилер болады. Негізінде қыпшақтар да бар олардың арасында. Мен ойлаймын, енді анау Рерих жазған, о Тибет қырғыздары білет, бірақ бізге айтпайды деп. Бұндай құпияны мысалы америкалық үндістердің жаңағы бақсылары, шамандары, олар да бөтен адамға айтпайды екен. Міне содан білген болса керек. Сондықтан Александр Чома Декердеш Шамбала находится 45 градусах от реки Сырдария деп айтып кеткен екен. Міне сол Рерих Сүлеймен таудың басына келген. Сол жөнінде біраз әңгімелерімізді айтып берейік. Ең алдымен мынау жаңағы ғарыштан түсірілген фотодан Үшқиянды көрсетіп кетейік. Енді біз экспедицияға барамыз, әне барамыз, міне барамыз деп жолымыз болмады жаңағы. Енді мынау бізге дерек беріп, маған жазып Фейсбуктан, ей Қайрат, сен біздің жақты қайдан білесің? Сен айтып отырған 3 тау Ферғана аңғарында бар. Сен кел, мен саған көрсетем деген ақсақалымыздың жасы да келіп қалды. Соны алаңдап, ол кісі алай бұлай болып кетсе бізге кім көрсетеді деп, кейін өзімнің көмекшілерім сол ғарыштан жаңағы түсіріп, жаңағы скриншоттарын жасатып, маған дайындап берген еді. Міне Ферғана аңғары, жасыл кеңістік, райский зелень дейді Қытай деректерінде. Міне 3 сызықшамен, стрелкамен белгілеп қойған Үшқиян. Бұны енді үлкейтіп көрсеткенде, міне бірінші қиян, бұл кіреберісінде тұр, кіреберісінде. Екінші қиян міне Өзбек жақта тұр. Үшінші қиян Сүлеймен тау, міне Ош қаласында тұр. Ал Чоңата үшінші тау Сүлеймен тау деген еді. Ал енді осыны мына қырғыздардың салған суреттермен салыстырып айтайық. Міне қырғыздардың салған суреттері сол Үшқиянды салған. Мен сіздерге талай көрсеткен бұны, иә? Талай көрсеткен. Қараңыздар. Енді міне үлкейтіп көрсеткенде, міне жаңағы кіреберістегі тау, міне кіреберістегі тау. Қырғыздардың салғандарында. Енді қырғыздар айтып та салып та тұр ғой. Мынау Өзбек жақтағы тау, міне Өзбек жақтағы сол суреттегі, міне жер серіктен түсіргендегі, ғарыштан түсіргендегі фотосы. Және де міне Сүлеймен тау, міне оны ғарыштан түсіргендегі фотосуреті. Көрдіңіздер, иә? Дәлел бар, тіпті барып
көрсетіп, дрон көтеріп түсіргеннің орнына міне ғарыштан ақ біз көре салып отырмыз. Яғни мына менің кітабымның бірінші бетіндегі германа скандинавтардың мифологиясындағы үш қиян, қазақ мифоэпикасында мекенім менің үш қиян, аралдан менің өткенім, саған келіп жеткенім дегеніміз бар. Арал деп бақыт аралы дегендіктен сол арал деп айтылып кеткен. Енді мынау өзім тағы қарап скриншот жасап алдым. Қарасаңыздар, міне қыс түскенде сол жерге, мұз дәуірі келгенде сол жерге Әз-Шәмші патша жануарлар мен халықтарды қамап сақтап қалған дейді ғой. Сондықтан мынау өткенде Голубиный книганы айтқан кезде сол жерде анау Йосиф Флавий Аристейлердің сөздерін келтіреді. Бог и царь наш спас на пупе земли дейді. Оны ма христиандар баяғы Иисус Христос спаситель деп, сол Бог и царь деп, сол жаңағы Иса пайғамбарды ойлап, жоқ, бұл жерде пуп земли деп, жер кіндігі деп, Манас жырындағы жаңағы сол біздің жер үйік барған айтылып тұрса, отец и царь и бог деп Әз-Шәмші патша айтылып тұр. Ең алғаш сол кісіні, сол пайғамбарды біздің аталарымыз Құдай санап кеткен. Міне қараңыздар, қыс кезіндегі фотосы, айналасын бәрі қар, ал барғанаға жер үйікқа ешқандай да қар жаумаған. Бұндай жер, мысалы біздің Шығыс Қазақстанда Шілікті аңғары бар. Егер мысалы мынау не жақтан келе жатсаңыздар, бергі жақтан келе жатқанда қар, боран соғып тұрады. Майлы шаттан асқан кезде ар жақта Шілікті аңғары, Шіліктинский долина дейді, сол көрініп тұрады. Ешқандай да қар жоқ, мал жайылып жүр, ешқандай да тебін керек жоқ. Сондықтан осы жерді көрген Асан Қайғы бабамыз айтқан екен: әттең төртінші есігің болса, жер жұмағы сен екенсің деп. Ал енді мына нағыз жер үйікті, ең бірінші адамзаттың пайда болған жері, адам ата мен Хауананы жаратқан жерді Асан Қайғы атамыз Аллах тағала сені шын жүректен жаратқан екен деп айтқанын біз сіздерге айттық. Ол кітабымызда де жазылып, ол кісінің сөзі бәрі келтірді. Ол кісі бодық барлық деген жер деп айтқан. Бұл жерде бод ық деген, яғни киелі ық деген сөз, барлық деген сол Сүлеймен таудың басында Құдайдың мен бар болған бар деген сөзі естілген сөз болғандықтан барлық аталғанын да айттық. Қазақтар Барлы тау десе, бұл тауды қырғыздар ежелде мына Рерихтің заманында Бара көк, Бара кух деп айтқан екен. Бірақ та Рерих өзінің зерттеулерінде бұл Бара кух деген сөзді красивый деп қай тілден екенін білмей түсіндірген екен. Жоқ, ол Бара көк, көктің ұлы, көктің жаңағы тауы деген сөз. Аспан тау деп те айтылады. Яғни мына Будда дінінде Шамбала это место, где небо связывается с землей дейді. Құран кәрімде аспанға көтерілген тау деп те айтылады. Міне сол таудың басында Рерих, сол енді ол кісі жақсы суретші болған, сол таудың басында Сүлеймен пайғамбардың деген жаңағы мөрін суретке салып алған. Бір жағында Сүлеймен пайғамбардың алақаны дейді, екінші бір жағында Сүлеймен пайғамбардың табаны басылған дейді. Көрдіңіздер ме? Ал енді ғалымдардың айтуынша мына алақанды біреулер сол тастан сындырып алып кеткен екен. Енді мынау мөрді көріп тұрсыздар, үш қиянның әспеті көрініп тұр, е? Бұл енді мына сол жаңағы христиандардың деректерінде Мория тауы дейді, индуизм мен буддизмді Меру тауы дейді. Бұл мөр тау деген сөзден болса керек деп біз мына Земля обетована үш қиян кітабымызда жазған. Өйткені міне бұл таудың басында мөр тұр. Ал енді Мұратбек Асанұлының айтуынша бұл Сүлеймен пайғамбардікі емес, бұл Әз-Шәмші патшаға түскен мөр болса керек деп айтып тұр. Көрдіңіздер ме? Енді бұл таудың басында одан басқа біз мынандай қызықты суретті көрдік, соны айтып берейік қазір. Мінекей, ол таудың басында мынандай таста суреттер бар екен. Көріп тұрсыздар, е? Енді бұл жерде
сегіз құйрықты жұлдыз, жұлдыздың өзімен 9, ол қияттың символы. Одан кейін қыпшақтың таңбасы тұр. Міндетті түрде арайдың таңбасы тұр төмен жағында. Міне байқасаңыздар, үш қиянның нүктесі тұр, үш нүкте, үш қиян. Және де міне төрт текше квадрат. Біз үнемі көрсететін квадрат, бірақ сол ана тесіктерден түсіп келе жатқан тастардың суреті жоқ. Бұл квадратты міне Өскемен маңындағы біздің Ақбауырдан да көріп отырмыз. Бірақ бұл жерде тастардың кіріп келе жатқаны көрсетілген. Қазақстан мифтері кітабында міне біздің аталарымыз білген бұл жөнінде міне. Көрдіңіздер ме? Осы квадратты ана шаңырақтан түсіп келе жатқан төрт тасты білген. Анау Алтайдағы суреттерде міне төрт тастың шаңырақтан түсіп келе жатқан тасқа салып қойған. Енді сол Ақбауырда міне бұл жерде де жаңағы Сүлейментаудың басындағы сияқты міне үш қиянның символы тұр. Және де мына арбаны салып қойған. Бұл қанха дегенім сол арба деген сөз екенің бірден бір дәлелі болады. Ал енді бұл жердегі мына квадраттың ішінде неліктен тастар салынбаған десе, бұл да бір мағынасы болса керек. Тастар түсіп жерге кіріп кеткен жаңағы. Яғни тастардың осы жерде түскенін сол біздің ата бабаларымыз осы суретке салып кеткен болса керек. Көрдіңіздер ме? Яғни тастар осы жерде деп. Алайда Рерихтің зерттеулерінде үш тас болған дейді. Оны мына мақтардан үш тас Орион жұлдызынан келген дейді. Аттың үстінде міне қараңыздар, сол Рерихтердің суреттері. Аттың үстінде үш қиян сияқты жанып тұрған үш тас тұр. Онда Орион дегеніміз, сол Орион үш қиянға ұқсас болғандықтан айтқан. Бірақ енді ол заманда адамзаттың алғашқы тілі біздің тіл болғандықтан, мен ойлаймын, бұл Орион деген бұл ежелгі тілде қарлықтардың, жаңағы шағатайлардың ұқсас тілдерінде Ор-йон, яғни Ор-жон, Ор-тау деген сөздің атауы болса керек. Ор-йон дегеніміз, енді жон дегенді ертеде йон, жер дегенді ер деп айтқан, иә? Сонда Орион дегеніміз Ор-жон, Ор-тау, кейін мына Рашид ад-Дин Әбілғазылар бұл жерді Ор-тау деп айтқан, Гомер Ортигия деп айтқанын мен сіздерге айтып берген едім. Енді сол Өскемен маңындағы жаңағы біз барып жүрген үңгір тас жаңағы ішінде суреттері бар, қызыл жосамен салынған. Ақбауырдағы суреттердің бәрі осы Сүлейментаумен байланысты екенін мен талай айтқам. Ал енді сол біздің Айыртаудағы жаңағы Жаңғызтас деген таудың басында, оны Сүлейментауға ұқсас болғандықтан біздің аталарымыз ауып келген кезде сол тауды қасиетті санап кеткен болса керек. Ол жерде де міне біз бұны өзіміз таптық. Бұның бұрын соңды ешкім айтпаған. Міне біз де жаңағы табанның ізін тауып отырмыз. Енді жай ғана пысықтап өтейік. Мысалы, талай жерде айттық қой, міне жаңағы мөрігіміз, міне бұл барлық ғалымдар біледі, Шамбаланың әспеті екенін біледі. Символ Шамбалы деп кәдімгідей жазады. Міне Шамбаланың жаңағы лотос деген гүлдің ішінде тұрғанда, жоғары жағында үш бұрыш, үш бұрыштың ішінде үш қиян көрсетіліп тұр. Көрдіңіздер ме? Анау Велес кітабындегі міне ғайыптың көк құсының басында үш қиян тұр мысалы. Келтілердің жаңағы мифологиясында міне суреттерінде үш қиян тұр. Міне олардың жаңағы тіпті бұлар татуировка жасап алады екен. Міне үш қиянның символы. Тіпті анау Аватар ертегісінде де міне сол жаңағы үш қиянды біз сіздерге талай көрсеттік. Міне үш қиянға қатысты қазір Алматы қаласында үш қиян атты рухани ілім орталығы салынып жатқан. Білесіздер, енді Пасх аралындағы үш қиянымыз бұлар да жаңағы қолдан салынған тау болса керек. Өйткені мына америкалық үндістердің шежірелерінде бұл үш тауды глиняные холмы му дейді, яғни сар балшықтан жасалған шоқылар дейді, және де три чокоха, үш шоқы деп айтады. Шоқоқ деген шоқы ақ деген сөз болса керек деп біз айтқан едік. Енді осыдан басқа алдында да көрсеттік, анау Нестериандық діндегі жаңағы төс белгілердің ішінде үш қияндарды. Мынау міне 6 ғасырда табылған жылқының маңдайына тағатын тұмар, жылқының тұмары.
қазақ тарғытайдан тарайды шежіресінде, яғни жылқының ұрпағы болып біздің генеалогиялық мифімізде, иә, тарғылтай, алатай қазақ халқының қасиетті әспеті болады. Көрдіңіз бе? Қазақ ұлтының алаш болғалы, алатай ат болғалы деп ешқашан біз өзіміздің бабамыз Алашханды алатайсыз атамаймыз. Міне осындай басқа юджилердің де жаңа мысалы артефакттарында бәрінде осындай суреттер міне көрініп отыр. Табылып жатыр жаңағы. Тағы да табамыз. Мына америкалық үндістердің тұмарындағы 5 үшбұрыш. Кейін біздің аталарымыз осы басты жерұйықтан ауғаннан кейін 5 жерді осы жерұйыққа теңеп, жерұйық атап жүргенін де біз кезінде айттық. Яғни бірінші үшбұрышымыз, ең басты үшбұрышымыз, ең басты жер ұйығымыз осы Ферғана аңғары, Барғана тауы, яғни Мөр тауы, Сүлеймен тау, ең қасиетті жер. Мұқым үштік догма осы жерден басталған. Ал енді мына рерихтер еш нәрсе мандытып айта алмаған, біле алмаған. Біздің арғы қазақ мифологиясын бұлар білмеген, оны зерттемеген. Сондықтан жаңағы жылқының аттың үстіндегі жаңағы жалтырап тұрған үш тасты, олардың бәрі ақылдың жеткені. Кейін мына 2010 жылы международный конференция, международное общество рерихов дегенде мына үш қиянды бар болғаны знак три единства деп айтқан екен. Көрдіңіздер ме? Одан басқаға бұлардың ақылдары жетпеген. Ал енді Сүлеймен тау деп неге аталғанын сол кезде қырғыздар айтқан болса керек. Қырғыздың аузынан бір аңыз естідім деп жазады ғой рерих. Яғни Сүлеймен патша, олардың бәрі енді Сүлеймен тауының Израильде жүр деп ойлап жүр ғой сол заманда, рерихтің заманында. Сүлеймен патша өзінің сүйікті әйелімен на ковре самолете прилетал на гору Соломона деп айтады. Ол ешқандай да ковер самолет болған жоқ. Мұса пайғамбарды, Сүлеймен пайғамбарды, Дәуіт пайғамбарды, Иса пайғамбарды бәрі осы жерде жүрген. Тілі біздің тіл болған. Бұл барлық оқиғалар осы жерде болған. Сондықтан Құран кәрімде уақилардың жиынтығын Фурқан дейді. Бұл Бурхан деген, Барғана деген сөзден бұрмаланып кеткен сөз екенін оны да сіздерге айттық. Анау Ералы деген қырғыз бауырымыз қазаққа сіңген сол бір видеоны салып жіберді. Жаңағы Шоқан Уәлихановтың Қашқарда Мәриям ананың басына барып жаңағы зиярат етіп отырған Иса пайғамбардың шешесі. Ал енді міне Нұрбол Баймұханның досы Мәриям мен Иса пайғамбарды салған екен. Қазақтың әп-әдемі келіншегі, қызы, енді ол Дева Мария дейміз, қыз деп айтайық. И қара домалақ бала. Міне осыны католиктар қазір мойындап, ешқандай қарсылық көрсетіп отырған жоқ. Осы картинаға бола қазір католиктар шіркеу салып жатыр екен. Оны мен WhatsApp чаттарына жөнелтіп көрсеткенмін. Сондықтан қазір мына еврейдің ғалымы Зев Херцог, археолог, айтып отырғандай, ешқандай да Сүлейменнің храмы, ғибадатханасы, Дәуіттің патшалығы ол жерде болған жоқ. Ал енді Дүниежүзі еврейлер академиясының төрағасы Михаил Лайтман болса, у нас нет достаточных оснований считать, что эта земля наша деп отыр. У нас две пути: или принять ислам, или покинуть эти места деп айтып отыр. Көрдіңіздер ме? Міне сондықтан бұл әңгімені енді қанша айтып отырсақ та, жаңағы қанша адамдарға жеткізіп отырсақ, тіпті ғалымдардың өздері түсінбей отыр екен. Сонда жаңағы түріктердің айтқан ақымақ дегені сол ғалымдар болады. Егер есі дұрыс ғалым түсінсе, ол ғалымның бәрі менің айналамда жүруші еді. Көрдіңіздер ме? А менің айналамда қазір бірде бір ғалым жоқ. Өйткені олар кеңес үкіметінің, коммунистік партияның жаңағы идеологиясымен әбден уланған. Сол бір Найман бауырымыз маған телефон шалып соны айтты. Егер сенің доктор атағың болса, ол сенің мансабың депті. Ол сенің атағың, абыройың емес депті. Көрдіңіздер ме? Ал Қайрат Зарықпан деген бір ауыз сөз, ол атақ, ол абырой деп айтқан жап-жас жігіт, үлкен бір ақсақал ғалым айтқан. Кеңес дәуірінде алған
доктор деген атағын, оның бәрін білем. Тарих факультетінде оқып жүргенде көргем. Диссертацияң қандай болды десең, история коммунистической партии Парагвая, история коммунистической партии Уругвая, сонымен олар докторды алады. Өйткені оларды біздің тарихқа жолатпаған. Біздің тарих міне жатыр. Сондықтан қазір мынандай сұрақтар қойылып жатыр екен. Енді тиктоктан да бір бауырымыз Әділ деген сұрақ қойып жатыр. Неге бұлар жаңағы орыстармен бірігіп тарихты жазып жатыр? Неге бөтен елдің адамдары қазақтың тарихын жазып жатыр дегенге мен алдында айтып кеттім ғой, бұл тарих ертең макулатура болып қалады. Біз естідік, не жазып жатқанын біліп отырмыз. Көрдік тұр ма? Бізге ешқандай оның қажеті жоқ. Алайда мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин айтқан екен, 2027 жылға дейін мына біздің айтып отырған тарихымыз Қазақстанда айтылмайтын болады деп. Көрдіңіздер ме? Ал енді сол Ерланның мен жуықта тарихшылардың алдында сөйлеген сөзін естіп қалдым. Сонда Ерлан Қарин айтып отыр. Біз ежелгі мифологиядан бас тарта алмаймыз дейді. Ежелгі мифология деген мына менің айтып отырған әңгімем. Ол Серікболдың жазып кеткен арғы қазақ мифологиясы. Зира Наурызбаеваның жазған Вечное небо казахов. Нағыз ілім, нағыз білім, нағыз тарих сонда жатыр. Көрдіңіздер ме? Ал енді дейді, қазір қазақтар дейді, ана мифологияны жоғалту үшін қайдағы жоқ мифтерді ойлап тауыпты, біз оған жол бермейміз дейді. Көрдіңіздер ме? Міне мәселе қайда. Енді сол аспаннан түскен қасиетті тас туралы талай айтып жүрміз ғой. Тағы мынау міне Шыңғыс хан журналының 1-ші нөмірі. Бұл жерге қазір мықты ғалымдардың жаңағы мақалаларын бастыртамыз біз. Менің мақалаларым үнемі осы жерде басылады. Міне осы жерде Асылжан Дулати, тарихшы, деректанушы, Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі, Шерхан Мұртаза атындағы руханият және тарихтану орталығы тарихтану бөлімінің меңгерушісі екен. Міне сол кісі былай деп жазады. Қараңыз. Сол жаңағы мына Тримага дедік қой, жаңағы 3 мақтан Орионнан тас келді деп бір ақыл жеткен Рерихтердің сол ғой. Ол мақ деген біздің мық деген сөзден бұрмаланып кеткен дейді. Өте дұрыс айтады. Өйткені мына қасиетті Қаратастың күшімен бұлар жаңбыр шақырталған, найзағай шақырталған, боран шақырталған, бұршақ жаудырталған. Сондықтан сол мық дегенді ол біздің аталарымыз болады. Мықты деген сөз содан болған дейді. Еренғайып Омар қазақ өркениетінің негізі атты еңбегінде де оны жазады. Міне соған қатысты мына жаңағы Асылжан Дулати былай деп жазады. Біздің мұндағы айтпақ ойымыз тек жаңбыр жаудыратын тас туралы ғана емес, сол қасиетті тастың пайғамбарлардың атасы саналатын Нұқ ұлы Яфастан тараған түркі халқында қалған деді. Ал өздерін пайғамбарлар ұрпағы санайтын арабтар мен осы тасқа сенбейтін өзге халықтардың түріктердің осындай құрметтеріне қарап, оларды жадылаушылар немесе сиқыршылар деп атап кеткендігі, түркі руларының осы бір тылсым күштерді игере білгенінің арқасында арабтар да, парсылар да, гректер де бұларды сондай көзқараспен қабылдады. Яғни мұқ, мұх атауынан аяғында мұх, мақ, моқ деп түрлене аталып келіп, мақ, магия, сиқыршылар деген атаулармен әлемге танылып кетті. Және осындағы бір ескеретін нәрсе, адам баласы тарап шыққан жалғыз Нұх пайғамбардың ұлы Яфастан тараған түркі әлеулетінде ғана қалаған уақытында жаңбыр, қар, бұршақтарды жаудыра алатын қасиетті тастың сақталып қалуы, әрі осыдан қарап отырып түріктердің де Құдайдың сүйікті ұлдары болғанына аңғаруға болады. Тіптен соңғы ислам діні түскен арабтардың өзінде де мұндай қасиет берілмепті деп жазады. Бірақ та бұл жерде біздің аталарымыздың да жаңа Құдайдың таңдап алған дегені біраз бұл түсініспеушілік болып тұр. Біздің аталарымызды да емес, біздің аталарымызды Құдай таңдап алған. Таңдаған кезде сол міне Мадай Қаражырында сол тас туралы толық айтылады. Таңдаған кезде сол тасты киіз үйдің шаңырағынан біздерге түсірген. Сондықтан мына Мадай Қаражырында айтылады. Талбан деген елге түскен дейді. Ал талбан деген отборный, избранный деген сөз. Енді өткенде айттым ғой жаңағы. Самарқан деген жаңағы Кычановта жазған Самария, Самарқан дегеніміз сол біздің жерүйік болады. Енді Самарқан саған мекен болмас деп
қазақтың жеті қаған жырында айтылады. Міне Самарқан дегендеріміз сол Құран кәрімде де және де Библияда да самаритяне, самарлықтар деп аталады. Сол біздің аталарымыз болады. Сонда самарлықтар юдейлермен таласады екен. Аллах тағала бізді таңдап алды сендер демес деп. Міне мәселе қайда, құрметті ағайын. Бұл тарих енді кітап ретінде жазылып жатыр. Біз қазір қайтадан көптеген деректерді таптық. Соларды қосып, мына Земля Бетаван үш қиян кітабын қайтадан қосымша екінші басылымға дайындап жатырмыз. Енді аудару әлі тоқтатылды. Өйткені көптеген деректерді түсіріп жатырмыз. Оны мынау сол қырғыз маймандарымен қазір жақын араласып кеткендіктен олардан көптеген дерек сілтемелерді алып бәрін айтып жатырмыз. Сондықтан жаңағы мына тіпті кейбір майманның арасындағы ру тайпалардың қайдан шыққандарын да мысалы ешкім ештеңе білмейді. Тек қана жорамал жорғымен жүрген адамдар, өйткені Найман деген мемлекет болған. Ол жерде 9 таңбалы Найман дейді, 9 тайпа біріккен. Жаңағы олардың кім қайдан келгенін ешкім нақты білмейді. Міне соның да біз жауаптарын тауып отырмыз. Мысалы солардың біреуінің шежіресін де тауып отырмыз. Сол қырғыз наймандарының арқасында, солардың айтқан дерек, көрсеткен деректерінің арқасында. Енді олар енді өздері ол деректерді түсінбей маған берген екен, мен оның бәрін түсініп отырмын. Сонда міне былай айтылады: ай әулетінің атасы Аспан ұлы. Осылайша Аспан әулетінің бастауы басталған. Ай әулетінің шығу тегі аспаннан болады деді. Болады дейді. Ақ киім кигендердің ұрпақтары тұратын мекен жаратылды. Аспан ақ ұлы билеушілерді жаратып бізге жіберді. Атаусыз жер әулеттің иманды таза мекені деп жер ұйықтың айтылып тұрғаны белгілі. Бұл кімдердің шежіресі екенін сол 9 таңбалы Найманның, ол қазір Шекербану Рахметолланың қызы Қоңыраулы Зайсан қилы заман тарихы атты кітабын жазып жатыр. Сол жерде бәрін білетін боласыздар. Яғни мысалы мына Қаракерей, Дөтұл, Садыр Матай деген 4 тайпаның ДНК-сы қазір солтүстік Қытай халқымен бірдей болып тұр. Сондықтан оны ешкім түсіндіре алмайды. Біздің түбіміз Қарақытай деп лағып жүргендер бар. Ешқандай да Қарақытай емес. Біз солардың ДНК-сы кімдерде болғанын біліп, мына шежіре солардан шыққанын сол кітаптан білетін боласыздар, құрметті ағайын. Одан кейін мына таңбалар жөнінен мөрді көрсеттік қой жаңағы. Әз Шәмшінің өзіне жаңағы таңба түскен деп Мұратбек Асанұлы айтып отыр. Міне сол түскен таңбалар, иелеріне түскен сол мынау батасын алып тапсырылғаннан кейін міне әйел адамдар қазір мойындарына алқа ретінде тағып алған. Енді менің таңбам әлі батасы алынған жоқ, әлі жасалған жоқ. Еркектер қолдарына жүзік қылып сол таңбаны басып алады екен. Және де өткенде мен тек қана таңбаның жобасын көрсеттім. Мына сияқты толық нұсқасы түсті, толық нұсқасы салынып, батасы берілгеннен кейін мен өзімнің таңбамды да, мына таңбаларды да, және басқа таңбаларды да, тағы да сол тылсымнан түскен таңбалар деген баяндамамызда толығырақ айтып беретін боламыз.